Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тез дайындалатын дымляманың дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен етімізді майда бөліктерге бөліп аламыз. Дымлямаға мен қой етін қолдандым. Негізі кез келген ет түрін қолдансаңыздар болады, бірақ қойдың етімен дымлямаларыңыз өте тез дайын болады. Сондықтан мен қойдың етімен қолданғандарыңыз дұрыс деп кеңес бере аламын. Мен жұмсақ етті қана қолдандым. Негізі сүйектен, қабырғадан қоссаңыздар болады. Және көкөністерімізді осылай дөңгелек етіп видеодадай барлығын турап шығатын боламыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Енді қазанды баяу отқа қойып, ең төменгі жағына құйрықты саламыз. Және үстінен осылай етімізді саламыз. Аз ғана тұз себеміз. Пиязымызды еттің үстінен салатын боламыз. Енді көкөністеріміздің барлығын рет-ретімен салып шығатын боламыз. Енді картопты саламыз. Картоп егерде сіздерде үлкен болатын болса, ортасынан бөліп салсаңыздар болады. Картоптан кейін міндетті түрде тұз себеміз. Және лавр жапырағы мен дөңгелек қарабұштан саламыз. Ең соңында орам жапырақты үлкен бөліктерге бөліп, бетін осылай жауып шығамыз. Орам жапырақтардың үстінен міндетті түрде тұз себеміз. Және жарты стакан су құямыз. Енді қазанның бетін жауып, бір немесе бір жарым сағатқа баяу отта тамағымызды пісіретін боламыз. Біздің тамағымыз дайын болды. Иісі сондай керемет. Өте тез дайын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және кез келген мерекелік дастарханға немесе кез келген қонақ келгенде тез дайындай салатын тамақтың түрі. Достар, видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәмді астарды дайындап, жақындарыңызды қуанта беріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.